Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақты бастамай тұрып, әуелі каналға жазылып қоюды ұмытпаңыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазақ жерінің даңқты хандары. Бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі мақсаты тарихи мысалдар негізінде хандар, батырлар мен билердің рөлін түсіндіру. Балалар, сабақты бастамай тұрып, әуелі біздің өткен тақырыбымызды есімізге түсіріп жіберейік. Қазақтың мықты хандары өздерінің қолбасшылық, дипломатиялық, ұйымдастырушылық қабілеттерімен ерекше көзге түскен. Осы үшін оларға біз құрмет көрсетеміз. Бүгін біз қазақ тарихында өшпес із қалдырған хандармен танысатын боламыз. Қазақ хандығында оқушылар көптеген хандар билік құрған. Бірақ біз бүгінгі сабағымызда осы үш хан туралы толығырақ түсінетін боламыз. Әуелі Қасым ханнан бастайық. Қасым хан Жәнібек ұлы 1445 жылы дүниеге келіп, 1518 жылы 73 жасында дүниеден өткен. Ол қазақтың ұлы хандарының бірі, қазақ хандығының негізін салушы Жәнібек ханның ортаншы ұлы балалар. Ол кішкентай кезінен ержүректілігімен, батырлығымен көзге түсе білген. Қолбасшылық қасиетке ие болған. Ол халықты өз артынан ерте білген. Қасым ханның тұсында, яғни 1511-1518 жылдар аралығында ол билік еткен тұста қазақ хандығының халық саны миллионнан асқан екен балалар. Қазақтар ол уақыттары Батыс Европаға таныла бастаған. Мәскеу Русьмен дипломатиялық қарым-қатынас орната бастады. Қасым ханның тұсында Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар жинағы шықты. Бірақ өкінішке орай ол заңдар қағаз бетіне түспегендіктен бізге қарай жетпеді балалар. Енді келесі хан Жәңгір хан туралы толығырақ түсінейік. Жәңгір хан балалар 1801 жылы дүниеге келіп, 1845 жылы 44 жыл өмір сүрген балалар. Ол Бөкей ордасының соңғы ханы, Әбілқайыр ханның шөбересі, Нұралы ханның немересі, Бөкей ханның ұлы. Ол генерал-майор, оның шын аты Жиһангер. 1815 жылы әкесі мұрагерліктен салтқа сәйкес хандық тақты Жәңгірге берген, яғни өзінің ұлына берген. Бірақ Жәңгір хан жас болғандықтан Бөкейдің тапсыруы бойынша хандықты Бөкейдің інісі Шығай сұлтан басқарады. 1823 жылға дейін Жәңгір Астрхан губернаторы Андреевскийдің үйінде тәрбиеленіп, еуропаша білім алады. Сол жерде хандықты әкімшілік тұрғыдан басқару әдіс-тәсілдерін үйренеді. 1823 жылдан бастап билік хан тағының заңды мұрагері Жәңгір ханның қолына көшеді. Келесі балалар, ең соңғы Тәуке хан туралы қарайық. Тәуке хан 1680 жылы дүниеге келіп, 1718 жылы, яғни 58 жыл ғана өмір сүрген екен. Тәуке хан туралы орыс тарихшысы былай деп жазып кеткен екен. Ол бірнеше жылдарға созылған қантөгіс соғыстарды, өзара қырқысуларды тоқтатты. Өзінің ақылымен және әділеттігімен басқаларды бағындыра білді. Мықтыларды тыныштандырып, әлсіздерді біріктіру арқылы күштілерге қарсы тұра алатындай жағдайға жеткізді дейді. Тәуке хан билігінің ерекшелігі балалар, хандықты бөлшектенуі тоқтатылып, бір орталыққа бағындырылды. Оның кезінде жоңғар шапқыншылығы бәсеңдеп, тыныштық орнады. Мемлекеттік құрылыстардың негізгі ұстанымдарын анықтайтын 7 жарғы заңын жасады. Көрші елдермен достық қарым-қатынаста болуды көздеді. Қырғыз, қарақалпақ, орыс елдерімен. Тәукенің негізгі мақсаты билердің көмегімен хан билігін нығайту болған. Жақсы, олай болса оқушылар, оқулыққа қарайық, мына сұрақтарға жауап берейік. Қай ханға қатысты айтылғанын тап. Бірінші, жауды санымен емес, ақыл айласымен жеңген. Бұл Жәңгір ханға қатысты айтылған. Екінші, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман. Тәуке ханға қатысты айтылды. Туған жерім, тал бесігім. Ол Қасым ханға қатысты айтылған екен. Енді балалар, сабағымызды қорытындылау үшін оқулықтағы
мына сызбаға қарайық. Сен білесің бе деп тұрған сызбаға қарайық. Қазақ хандары ұлы жиһангер Шыңғыс ханның ұрпағы, сондықтан оларды төре тұқымы деп атайды. Жақсы балалар, біздің бүгінгі қазақ жерінің даңқты хандары туралы сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар балалар, каналға жазылуды ұмытпаңыз және жанындағы қоңыраушаны басыңыз.